Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 5-ші сынып математика атамара баспасы нөмір 18-27 есептердің шығару жолдарын көрсететін боламын. Қай есеп, қай уақытта басталатындығы туралы тайм-кодтар видеоның астында бар. Соны қолданыңыздар ыңғайлы болу үшін. Бұл 18-27 есептер аралығы натурал сандарды және 0 санын координаталық сәуледе кескіндеу тақырыбына байланысты болмақ. Видеоға лайк басыңыздар. Видео көру барысында сұрақтар болса комментарий қалдырыңыздар. Және де достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, оларда қарасын. Сонымен бастайық. Он 8-ші тапсырма ауызша есептеңіздер дейді. Бұның негізі айтудың да қажет жоқ. Оңай, 47 қосылған 29. Мен өзім 40-қа 20-ны қосам, 60 болады. 7-ге 9-ды қосам, 16 болады. Сонымен 60-қа 16-ны қоссақ 76. Екеуін қоссақ 76 шықты. Бұл 76-ны енді бөлу керек 38-ге. 76-ны 38-ге бөлетін болсақ, немесе 38-ді 2-ге көбейтетін болсақ, 60, 16, 76 шығады, сонда 2 болады. Сонда 2-ні 54-ге көбейтетін болсақ, 108, 108-ден 48-ді азайтамыз. 8 бен 8 кетіп қалды, 100-ден 40-ды азайту керек, болады 60. Енді 60-ды 5-ге бөлеміз, болады 12. Мінекей осылай ауызша есептесеңіздер болады. 2-ші, 3-ші, 4-ші есептерді өздеріңіз орындаңыздар. Жалғастырайық. 19-ші тапсырма. Координаталық сәуледе А, Б, С және Д нүктелеріне қандай сандар сәйкес келеді дейді. А, Б, С және Д нүктелерінің координаталарын жазыңыздар. Қандай сандар сәйкес келеді дейді және соны жазыңыздар дейді. Енді балалар қараңыздар, бұл жерде 2 тапсырма берілген, мынау біріншісі и мынау екіншісі. Мен сіздерге қазір біріншісін көрсетем, и екіншісін соған қарап орындайтын боласыздар. Бірлік кесінді. Координаталық сәуледе бірлік кесінді дегеніміз, ол мынаны білдіріп тұр. 0 мен 1-дің арасы. Мінекей бірлік кесінді мына 0 дегендегі сызық пен мына 1 дегендегі сызық деп айтсақ та болады. 2 нүкте деп айтайықшы, 2 нүкте. 2 бір-біріне жақын болып тұрған мына 2 нүкте. Осы 2 нүктенің арасы қандай болатындығына байланысты болады бірлік кесінді дегеніміз. Яғни біздің жағдайымызда бірлік кесінді 1-ге тең. 0 мен 1-дің арасы 1. Кейде болады балалар, мына 10 болуы мүмкін. Көріп тұрсыздар ма? 2 нүктенің арасы 10 болуы мүмкін, 0 мен 10. Сонда келесі нүкте уже 20 болады. Ары қарай 30 деген секілді. Бұл жағдайда бірлік кесінді 10-ға тең деп айтасыздар. Ал біздің жағдайымызда бірлік кесінді ол 1-ге тең. Демек ары қарай 1-ді қосып отыра береміз. Мынау 2, мынау 3, мынау 4, мынау 5, мынау 6, мынау 7, мынау 8 деген секілді. Демек, мынау А деген нүкте 2 деген санға сәйкес келіп тұр, Б деген нүкте 4 деген санға сәйкес келіп тұр, С деген нүкте 5 деген санға сәйкес келіп тұр, Д деген нүкте 7 деген санға сәйкес келіп тұр. Демек, біздің жауабымыз осы. Бұны енді жазуға болады. Жазған кезде де дұрыс жазу керек. Яғни былай жазылады. А деген нүктенің координатасы ол 2-ге тең. А деп жақшаның ішіне жазып қоямыз. Б нүктесінің координатасын жазу үшін Б жақшаның ішінде 4. С деген нүктенің координатасын жазу үшін ол деген 5 болады. Д деген нүктенің координатасы ол дегеніміз 7. Мінекей осылай орындай бересіздер. Екіншісін өздеріңізге қалдырдым. Мен болсам жалғастырайын. Жиырмасыншы тапсырма. Бірлік кесінді ретінде ұзындығы 1 см кесіндіні алып, көрдіңіздер ме? Бірлік кесінді ретінде ұзындығы 1 см дейді. Яғни 0 дейміз дағына. Мысалы сызық сызамызды қазір. Сол 2 нүктенің арасы 1 см болуы тиіс. Егер де 1 см деп бастағаннан бастасақ, онда ары қарай тағы да 1-ді қосып отыруымыз керек. Келесі тағы да арасы 1 см болу керек. Келесі 2 нүктенің арасы тағы да 1 см болу керек. Бұлай 0, 1 деп қойып, алысқа мына ұзын қылып 2 деп қоя алмаймыз. Мына жерге тағы да жаңағы бірлік кесіндінің қашықтығын сақтап жазуымыз керек. Бірлік кесінді дегеніміздің мағынасы сол балалар. 2 санның немесе 2 бір-біріне жақын нүктенің ара қашықтығы. Бірінші салайық. Бір кесіндіні алып, координаталық сәуле сызыңыздар дейді. Жақсы. Менің координаталық сәулем мынау. Және де жаңағында айтқандай, мынау 0 болатын болса,
1 сантиметр дегеніміз сіздердің дәптерлеріңізде 2 торкөз айтады. Яғни мынау бізде менің салуым бойынша, міне осы 1 сантиметр. Демек, 2 торкөз 1 сантиметр болса, әр екінші торкөзге мен санды жазам. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген секілді. Мінекей. Көп балалар осы кезде шатасады. Бұлай жазып қояды кейде. 0 дейді да, мына жерге 1 дейді да, мына жерге 2 деп қояды. Осы суреттің қай жері қате, балалар, айтыңыздаршы. Енді жария жалғастырайық. Енді сіздік оның бойынан 2, 6, 8 және 9 сандарын кескіндейтін А, Б, С, Д нүктелерін белгілеңдер дейді. Жарайды. Сәйкесінше ғой мына жерде. Яғни 2 дегеніміз бұл жерде А болсын дейді. 2 деген нүктенің санның үстіне А деп жазып қоямыз. Келесі 6 деген санның үстіне Б деп жазып қоямыз. Мінекей кескіндеп жатырмыз. 9 деген санның үстіне С деп жазып қоямыз. Келесі болды, 2, 6, 8 бар екен ғой. 8 бізде келесі С болып табылады. 8-ге біз С деп қоюымыз керек. 9 бұл жерде Д болады. 9 бұл жерде Д. Мінекей. Енді ОА, ОБ, ОЦ және ОД кесінділерінің, ОА, ОБ, ОЦ және ОД кесінділерінің ұзындықтарын сантиметр есебімен табыңдар дейді. Біз білеміз, әр бірлік кесінді ол 1 сантиметрге тең. Сондықтан бізге ОА деген кесінді керек. ОА деген кесінді керек. О деген нүкте ол координаталық сәуленің бас нүктесі, міне 0 деп тұрған жерде әрқашанда оның үстіне біз О деп қоямыз. О деген өзі берілмеуі мүмкін, ол әрқашанда 0 деген нүктенің жаңағы әрпі. Енді кеттік. ОА. Міне Одан бастап Аға дейінгі кесінді. Міне ОА деген кесінді. Осы ОА деген кесінді көріп тұрғандарыңыздай 2 сантиметр болады. Енді бізге ОЦ керек. Одан бастап С-ға шейін, міне. Одан бастап С-ға шейін. Былай сызып көрсетейін ба? Міне Одан бастап С. Міне осы бізде ОЦ кесіндісі. Осы ОЦ деген кесінді бізде 8 сантиметр. 8 сантиметр. Келесі ОБ 6 сантиметр. Жалпы осы қай нүктеде тұр, соншама ұзындығы сонша сантиметр деген сөз ғой. Көрдіңіздер ме? Егерде бәрі 1 сантиметрден болатын болса. Келесі ОД-ны сұрап жатыр, мысалы. ОД деген кесіндіні сұрап жатыр. ОД деген кесінді, ол міне Д деген 9 болса 9 сантиметрде дейміз. Мінекей. Бұлай бірден жаза алу себебіміз бірлік кесіндінің арасы әрқайсысы 1 сантиметрден. Міне балалар, осындай түсінікті болды деп ойлаймын. Комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Түсінікті болып жатса, жалғастырайық. Келесі 21-ші тапсырма. Бірлік кесіндісі дәптердің 2 торкөзінің ұзындығына тең координаталық сәуле сызыңдар. Координаталық сәуле бойынан А 4, Б 8 немесе бұл жерде бірнеше тапсырмалар бар екен. Мен сіздерге қазір біріншісін орындаймын, қалғанын өздеріңіз орындайсыздар. Мына біріншісін орындайын. Өзі екеу. Мен осы біріншісін орындаймын. Бірлік кесінді дәптердің 2 торкөзі. Жарайды. Әр 2 торкөзге біз сызық сызамыз. Бұсын түсініп тұрсыздар ма? Әр 2 торкөзге. Мінекей. Және әр 2 торкөзге сызуымыз керек. Әр 2 торкөз. Мен әр 2 торкөзді сызып жатырмын. Әрқайсысын сан жазамыз. 0-ден бастаймыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пока жетеді. Енді А деген нүктенің координатасы 4 екен. 4 деген санның үстіне мен А деп жазып қоямын. Келесі 8 деген санның үстіне мен Б деп жазып қоямын. Мінекейіңіздер. Енді қараңыздар. Осы айтып жатыр. Нүктелерді белгілеп, АБ кесіндісінің қақ ортасындағы С нүктесінің координатасын жазыңдар. Мінекей АБ деген кесіндіні көріп тұрмыз. Осының қақ ортасын табуымыз керек. Бұл екі осы АБ кесіндісінің қақ ортасы көріп тұрғандарыңыздай мына жердегі 6 деген. Осының қақ ортасына С деген нүкте салыңыздар деді. Міне салдық. Бұл бізде 6 деген санға сәйкес келіп тұр. Сонда есебіміздің жауабы осы
С деген нүктенің координатасы 6. Екеуінің қақ ортасында былай 2 жаңа бірлік, былай 2 бірлік. Міне балалар, осындай оңай тапсырма екен. Сіздер өздеріңіз екіншісін орындап, жауабын комментарийға жазсаңыздар болады. Тайм-кодты қалдырыңыздар осы қазір видео болып жатқан уақытты. Сосын кейін С екінші есебінде С-ның координатасы осындай деп жазсаңыздар болады. Мен болсам жалғастырам. Жиырма екінші тапсырма. Бұл кішкене логикалық тапсырма. Оқып көрейік. Табақшалы таразы мен кіртастарын пайдаланбай 12 килограмм қантты қалайша массалары 9 килограмм және 3 килограмм болатын бөліктерге бөлуге болады. Яғни бізде 12 килограмм жаңа қант бар. Бізде және табақшалы таразы бар. Табақшалы таразының суретін көрсететін болсам, жуықтап былай мінекей. Біз олардың массаларының қандай екендігін көре алмаймыз, бірақ екеуі бір-бірімен тең болады ма, соны көре аламыз. Екеуі тең болады ма? Яғни біз тек қана қақ екіге бөле аламыз. Жаңа 12 килограммды 6 килограммға бөле аламыз. Анау алдыңғы видеода матаны сызғыштың көмегінсіз бөлу керек еді ғой. Біздің қолымызда сызғыш болмаса да, өлшеуіш құралдар болмаса да, басқа да, біз оны екіге бөле аламыз. Қалай? Жіпті бүктеу арқылы. Қағазды да солай. Сызғыш болмаса да, біз оны қақ екіге бөле аламыз. Сол секілді мына 12 килограммда бізге қанша дейді? 9 бен 3-ке бөлу керек. 9 килограмм біреуі 3 килограмм болатында екіге бөлу керек. Жарайды, бірінші былай істейік. Мына 12 килограммды мына жаққа 6 килограммын, мына жаққа 6 килограммын салайық. Яғни, бірінші мына жерге қантты қоямыз да, мына табаққа қантты саламыз да ғана, екеуі тең болатында етіп, екіге бөлеміз. Екеуінің ұштары теңессе, онда мынау 6 килограмм, мынау 6 килограмм болды деген сөз. Біз осылай теңестіріп аламыз. Біздің қолымызда 6 килограмм жаңағы не бар? Екіге бөлінген қант. Яғни бірінші қадам біз 12 килограммды 6 килограмм қылып аламыз дейсіздер, бірінші қадам. Енді екінші қадам. Біздің қолымызда 6 килограмм қант бар. Енді қазір екінші қадам, ол 6 килограммды тағы да екіге бөлеміз. Сонда мына жерде 3 килограмм, мына жерде 3 килограмм болады. Мінекей. Екі бөлікке бөлдік 6 килограммды. Болды. Осы 3 килограммның біреуін қалдырамыз дағына. Екінші 3 килограммды жаңағы 6 килограммға қосып жібереміз. Мінекей. Сонда 9 килограмм болады. Демек, есеп шарты бойынша 9 килограммды да 3 килограммды да алдық деген сөз. 22-ші тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Жалғастырайық. Жиырма үшінші тапсырма. Алдар көсе 80 метр минут жылдамдықпен Шығайбайдың үйіне келе жатыр. Координаталық сәуледе Шығайбайдың үйі А нүктесімен кескінделген. Мұндағы бірлік кесіндіні 40 метрге сәйкес деп алайық. 40 метрге сәйкес. Координаталық сәуледе Шығайбайдың үйіне сәйкес нүктенің координатасын табыңдар. Алдар көсе Шығайбайдың үйіне неше минутта жетеді? Көріп тұрғандарыңызда есептің жартысы мына жерде 23 деп тұр, мына жерде. Мен 23 деп жазып алайын да, берілгендерді жазып қояйық осы жерге. Не берілді бізге? Алдар көсенің жылдамдығы берілген екен. Жылдамдығы V әрпімен белгіленеді. 80 метр жүреді әр минутта. Әр минутта 80 метр жүреді. Енді мұндағы бірлік кесінді 40 метр. Әр жаңағы кесіндінің бірлік 40 метр дейді, жарайды. Бірлік кесінді дегенді бірлік К деп қоя салайын. Осы бізде 40 метрге тең. Шығайбайдың үйі А нүктесі. Енді келесі бетке кеттік. Мінекей көріп тұрсыздар ма суретті, егерде жақындататын болсаңыздар. Енді сұрақтар жауап берейік. Бірінші сұрақ. Координаталық сәуледе Шығайбайдың үйіне сәйкес нүктенің координатасын табыңдар дейді. Ол бізде А әрпімен. Енді көрініп тұр деген ойдамын. Қараңыздар. Мынау үй, Шығайбайдың үйі. Әр бірлік кесінді 40 метрге тең. Демек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бірлік бар.
біз сонда 7-ге көбейтеміз. Бірінші есептің шығару жолы барысында 40-ты көбейтеміз біз 7-ге. Сонда 280 метр. Демек, мынаяқта бәрін жазуға болады әрине, былай 40 деп, одан кейін 80 деп, оған 40-ты қосып 120 деп, оған 40-ты қосып 160 деп. Бәрібірде А дегеннің координатасы 280 болады. Жауабын осылай жазып қойсақ болады. А координатасы 280. Енді екінші сұрақ. Алдар көсе Шығайбайдың үйіне неше минутта барады? Яғни Т минутты сұрап жатыр. Т. Так, бізде 280 метр. Яғни S бар. Бізде ара қашықтық S дегеніміз ара қашықтық 280 метр бар. Және де жылдамдық бар бізде. Ол бізде 80 метр бөлінген минут. Енді уақытты табуымыз керек. Ал уақытты табу үшін өзі минутына 80 метр жүретін болса, минутына, онда бізде 280 жаңағы метр ара қашықтық. Демек, 280-ді 80-ге бөлеміз, қанша минутта келгенін табу үшін. 280 бөлінген 80. Енді бұл жерде қалдықсыз бөлінбейді 280-80-ге, бірақ бөле алатындарыңыз бар шығар. Былай жасауға болады. Өзі минутына 80 метр жүретін болса, 1 минутта 80 метр жүреді. 2 минутта 160 метр жүреді. 3 минутта, сонда 80-ді 3-ке көбейтетін болсақ, 240 метр жүреді. 3 минутта. Демек, 280 метрдің 240 метрін жүреді 3 минутта. 3 минутта. Енді аржаны тағыда жүру керек 40 метр қалды. Сонда 80 метрді 1 минутта жүретін болса, тағыда 40 метрді қанша минутта жүреді деп ойлайсыздар? 80 метрді 1 минутта жүреді. 80 метрді. Ал 40 минутты сонда сол 80-нің жартысы болғаннан кейін жаңағы 1 минуттың жартысы ол бізде жарты минут деп қойсақ болады, немесе 30 секунд деп қойсақ болады. 30 секунд. Демек, 3 минут, 30 секунд, 3,5 секунд, 3,5 минут десек болады. Жауабын бұлай жазсаңыздар болады. 3 минут. Так, 3 минут 30 секунд. Немесе 3,5 деп бұлай жазсаңыздар да болады. 3,5 деп. Оны кейін алдағы уақытта жай бөлшектер тақырыбын өткен кезде түсіндіріп беретін боламын. Яғни былай болады ол кезде 280 бөлінген 80 болады. Мына жердегі 0 мен 0-ді қысқартамыз. 28-ді 8-ді екеуіне 4-ке бөлек, 28 4-ке бөлсе 7, 8 4-ке бөлсе 2. Енді 7-ні 2-ке бөлеміз. 7-ні 2-ге бөлетін болсақ 3,5 болады. Екеуі бір жауап. 23-ші тапсырма осындай түсінікті болды деп ойлаймын. Комментарийға жазыңыздар түсінікті болса, достарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар. Жалғастырайық. 24-ші тапсырма. 1/6 суреттегі баланың тұрған орнына және оның итінің тұрған орнына сәйкес нүктелердің координаталарын табыңдар дейді. Бірден сол сұраққа жауап беріп кетейік. Баланың тұрған орны мен оның итінің тұрған орнына. Бала мен итті Б, И деген әріптермен белгілей салайықшы. Мына баланың Б деген бала деген сөз, және де И. Бұлай болсын. Енді міндетті түрде ең болмағанда бір ненің жаңағы беру керек. Бір нүктенің санын. Бізде көріп тұрғандарыңыздай, міне ең бірінші 0 деген нүктемен келесі сызықтың арасы 30. Демек бұл жерде бірлік кесінді ретінде 30 метрді алған. 30 метр немесе, 30 метр. Сонда келесісін табу үшін 30-ды қосып отырамыз. Мына 30 болатын болса, келесі нүкте 60. Сонан соң 90. Сонан соң 120 деген секілді. Осының барлығын жазып отыра беруге болады. Бірақ бізге иттікі керек келесі. Сонда мен көбейте салғым келіп тұр жай ғана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау жердегі 0 деген нен бастап
итке шейін аралығында 11 бірлік берілген екен. Сонда 11-ді көбейте салайық, берілген 30-ға. 330 болады. Жаңағы иттің координатасы 330. Ал баланың координатасы 90 деген санға келгендіктен 90 деп жазып қоямыз, көріп тұрғандарыңыздай міне. Осы жер түсінікті ме балалар? Баланыкі 30, 60, 90. Иттікі 330. Бұл енді метрмен берілген. Бұл енді бірінші сұраққа жауап берейін деп жатырмыз. Егер бірлік кесінді 30 метрге тең болса, олар неше метр қашықтықтан бір-біріне қарсы жүгіріп келген? Екеуінің қашықтығын сұрап жатыр. Мынау 90 деген санда тұр, мынау 330 деген жаңағы санда тұр. Екеуінің ара қашықтығын табу керек. Сол бала тұрған нүктеден бастап, мынау ит тұрған нүктенің арасы. Әрине бұл екеуінің арасын табу үшін 330-дан 90-ды мына жақта азайта салсақ болады. Өйткені мына жер бізде 90 ғой. Қазір көрсетемін. Мынау қызыл сызықпен көрсетіп қойған 0 мен баланың ара қашықтығы 90. Ал мынау 0 мен иттің арасы 330. Сондықтан мынау қызыл сызықты азайтатын болсақ, мына жердегі көк сызық, яғни ит пен баланың ара қашықтығы шығады. Сондықтан былай істейміз. 330 азайтылған 90 дейміз. 330-дан 90 азайтатын болса 240. Яғни арасы 240 жаңағы метр болған басында. Енді келесі екінші сұраққа жауап берейік. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Бала мен ит неше секундтан соң кездеседі? Көріп тұрғандарыңыздай бала секундына 3 метр жүгіреді екен. Яғни В бала деп қойсақ болады. Жылдамдығы 3 метр секунд. Келесі В. Бұл жерде ит болған екен, В и деп қоямыз. Оның жылдамдығы 5 метр бөлінген секунд. Оның жылдамдығы анадан қарағанда көп екен. Енді қанша секундтан соң кездеседі? Бұл жерде екеу бір-біріне қарап жүгіріп келе жатыр. Ит бір орында тұрған жоқ, оған бала жүгіріп келетқан жоқ, немесе бала бір орында тұрған жоқ, тек қана ит жүгіріп келетіндей. Бұл жерде екеуі де бір-біріне жүгіріп келе жатыр. Сондықтан балалар екеуі бір-біріне жүгіріп келетқаннан кейін біз жаңағы мына сұраққа қараңыздар, олар неше метр қашықтықта? Екінші сұрақ міне, бала мен ит неше секундтан соң? Неше секундтан соң деген сөз бұл жерде т-ны сұрап жатыр бізден. Сұрақ белгі болып тұрған бұл жерде т. Ал сіздер білесіздер, т-ны табу үшін s-ті жүрілген жолды жылдамдыққа бөлу керек. Жарайды, s бізде бар. Екеуінің ара қашықтығы жаңағы 240 метр. 240 метр. Енді бізге жылдамдық керек. Ал бізде жылдамдық екеу болып тұрған көріп тұрсыздар. Қазір мен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Осы жылдамдықтың екеу болғанда қалай істейміз? Мына v-ның орнына қандай санды қоямыз? 3-ті қоямыз ба, әлде 5-ті қоямыз ба? Комментарий жазып көріңіздерші, мен жауап беруге тырысамын. Енді айта берейін. Қараңыздар. Енді екеу бір-біріне жүгіріп келатқаннан кейін олар бір-біріне жақындау жылдамдығы болады балалар. Бір-біріне жақындау жылдамдығы. Яғни бір-біріне біреу бір орында тұрғаннан қарағанда тезірек кездеседі. Осыны түсініп тұрсыздар ма? Тезірек. Егер де бала бір орында тұрса, тек қана ит жүгіретін болса, немесе ит бір орында тұрса, бала жүгіретін болса, олардың бір-бірімен кездесетін уақыты көп болады. Мынау бір-біріне екеуі де жүгіргеннен қарағанда, яғни жылдамдықтарын арттырамыз, бір-біріне қосамыз деген сөз балалар. Түсініп тұрсыздар ма? Жақындау жылдамдығы. Яғни бұл v-ның орнына біз 3 пен 5-дің қосындысын қоямыз. Екеуінің қосындысын. Сонда 240 бөлінген 3-ке 5-ті қосатын болсақ 8. Мына бөлшек сызығы бөлу деген мағынаны білдіреді. 240-ты 8-ге бөлетін болса 30. Яғни 30 секундта кездеседі деген жауапты алады екенбіз балалар. 30 секундта кездеседі. Міне бала 24-ші тапсырма осындай, түсінікті болды деп ойлаймын. Жалғастырайық.
25-ші тапсырма. 1-7 суретте шегірткенің секіру қозғалысы координаталық сәуле бойында кескінделген. Қазірге біздің шегірткеміз 3 деген санның үстінде, яғни А деген әріпте тұр. Шегіртке координаталық сәуле бойымен А3 нүктесінен солға қарай 2 бірлік кесіндіге секірген соң, оңға қарай 5 бірлік кесіндіге секірді. Шегіртке осылайша қозғалысты жалғастырады дейді. Шегіртке осылайша қозғалысты жалғастырады. Шегіртке координатасы 2, 4, 5, 7, 9 және 12 нүктелерінің қайсысында болады? 2, 4, 5, 7, 9, 12 нүктелерінің қайсысында? Енді балалар, мен яқа бөлек сурет сызбаймын. Осы экрандағы суретке қарап жұмыс істейтін боламыз, сондықтан мұқият қараңыздар. Бірінші 3 деген нүкте тұр. Сандарын жазып алайық бірінші балалар. Сандарын жазып, яғни яқта 2 тұру керек. 1, көріп тұрсың, 0 мен 1-дің арасы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді шегірткені секіртеміз. Солға қарай 2 бірлік, солға қарай 2 бірлік, сосын кейін оңға қарай 5 бірлік. Солға 2 бірлік. Былай секіреді 2 бірлік болғаннан кейін. Яғни енді ол 1 деген санда солға қарай. Енді оңға 5 бірлік. 5 бірлік жүруіміз керек. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 6 деген санға барады екенбіз. Қазір біз 6-тамыз. Солға 2 рет, оңға 5 рет. Түсініп отырсыздар ма? Тағы да солай жасаймын. Солға 2 рет. Ол кезде 4 деген нүктеге барамыз. Оңға 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. 9 деген нүктеге келеді екенбіз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылайша қозғалысты жалғастырады дейді. Жалғастырады. Қанша рет жалғастырамыз сонда? Тағы да істеп көрейік онда. Солға 2 рет. Мына 7 деген нүктеге барамыз. Оңға қарай 5 рет. 1, 2, 3, 4. Келесі нүкте бізде жоқ болып қалды ғой. Өзіміз саламыз керек. 11-ден кейін 12. Демек, солға 2 рет, оңға 1, 2, 3, 4, 5. Бұлай қарай тағы да жүру керек. Соңғысы көк түспен болып кетті ғой. Үйреншікті түспен жалғастыра берейік. Солға 2 рет жүретін болса, енді 10 деген нүктеге барамыз. И 5, оңға 5 болса, 15-ке барайын деп тұрмыз қазір. Бұлай қарай 15-ке қарай кетеміз. 15. Жарайды, мынау боялып тұрған, жасылмен қоршалып тұрған 1, 4, енді басында 3 болды енді. Одан кейін 1, 4, 6, 7, 9, 10 деген нүктелерде болды. Осының қайсысы бар мына жерде? 2 деген нүктеге барған жоқ, сызып тастасақ болады. Экранның астына қараңыздар. 2 дегенде барған жоқ. 4 дегенде болды. 5 деген нүктеде барған жоқ. 7 деген нүктеде болды. Және 9 деген нүктеде болды. 12 деген нүктеде болды. Есебіміздің жауабы осы болады сонда. 4, 7, 9, 12. 4, 7, 9 және де 12. Міне балалар, осындай түсінікті болды деп ойлаймын. Комментарийға көп жаза беріңіздер. Комментарий жазып қойған болсаңыздар да басқа есептерде комментарийға жаза беріңіздер. Видеоға пайдалы, жалғастырайық. Жиырма алтыншы тапсырма. Ертедегі орыс есебі дейді. Әкесі балаларына ақша берді, ол үлкен ұлына барлық ақшасының жартысын және 1 рубль, ортаншы ұлына қалған ақшасының жартысын және 1 рубль, кіші ұлына қалған ақшасының жартысын және қалған 3 рубльді берді. Әкесі балаларына барлығы қанша ақша берді дейді. Яғни әкесі балаларына ақша бермей тұрғанда өзіне қанша ақша болған деген сұрақ. Или балаларына қанша ақша берді? Қанша ақша берді? Соның сұрақ, сол сұраққа жауап береміз. Қараңыздар, енді былай көрсетейін сіздерге. Мынау бірінші ұлы болсын. Мынау екінші ұлы болсын. Мына жерде енді үшінші ұлы. Мінекей. Мынау үлкен ұлы, ортаншы ұлы, кіші ұлы деп өздеріңіз ерінбей жазсаңыздар болады. Мінекей. Енді мынау әкесінің ақшасы делік. Мынау әкесінің ақшасы. Қанша теңге екені алғашында, қанша рубль, бұл жерде рубль екен ғой. Қанша рубль екендігі белгісіз. Бұндай есеп шығарған кезде балалар, мына сөзге назар аударайық.
кіші қолынан соңғы жағынан астынан үстіне қарай көтерілеміз, яғни мына жерде берілген амалдарды керісінше орындаймыз. Керісінше кіші ұлына қалған ақшасының жартысын дейді. Жартысын беріп қойған, жартысын берген. Енді жартысын бергеннен кейін жартысы қалады ғой. Ал оның жартысы нешеге тең деп тұр? Жартысы 3-ке тең деп тұр. Яғни 3/3 деген сөз. Қазір алғашында суретін салып қойын деп тұр, мінекей. Мынаны үлкен ұлына бердік делік. Үлкен ұлына бердік. Мынау бізде қалған ақша. Қалған ақшаны ортаншы ұлына бір бөлігін бердік делік. Мынау қалған ақша. Осы қалған ақшаны кіші ұлына бердік делік. Так, ашып қойын. Мынау қалған ақша. Мінекей. Жаңағы сөйлем осы жерде айтылып жатыр, балалар. Міне, мына жерде берілген санды, жартысын, міне, қалған ақшаның, мынау қалған ақшаның жартысын кіші ұлына берген кезде, жартысы қалады дейді. Ал бұның жартысы 3 деп бізге айтып қойды. Демек, мына жерге 3 деп жазып қоятын болсақ, біз мына жерге де 3 деуіміз керек. Демек, 3-ке 3 қосатын болсақ, 6. Мынау балалар соңғы сөйлем арқылы құрастырылған, былайша айтқан кезде сызба. Қайталап оқайыншы. Кіші ұлына қалған ақшасының жартысын, мінекей 6-ның жартысын бердік. Оның 6-ның жартысы 3. Және қалған 3 рубльді берді. Мына 3 рубльді да беріпті. Демек, кіші ұлы бұл жерде 6 рубль алып тұр ғой. Мінекей, кіші ұлы бұл жерде 6 рубль алып тұр. 6 р деп қоя салайын әзірге. Енді екінші ортаншы ұлына қанша ақша бергендігін сөйлемді оқиық. Ортаншы ұлына қалған ақшасының жартысын және 1 рубльді берді. Енді бұл жерде қараңыздар. Бізде 6 рубль қалған ғой. Сол қалған ақшасының жартысын және 1 рубльді бергенде қанша мына жерде сан шығатын есептеуіміз керек. Бұндай жағдайда біз 2-ні қосамыз. 2-ні қосамыз бұған. Сонда мына жерде бізде 8 болады. Сонда 8-ге 6-ны қосатын болсақ 14. Енді қараңыздаршы, қалған ақшаның жартысын, яғни 14-тің жартысы 7. Олған тағы да 1 рубльді қосамыз. Қалған ақшаның жартысы және 1 рубль деді ғой. 7-ге 1-ді қоссақ 8. Демек, ортаншы ұлына 8 рубль ақша берілді. 8 рубль ақша берілгеннен кейін 6 рубль қалды. Сол 6 рубльді жаңағы кіші ұлына берген ғой. Ортаншы ұлына 8 р деп қояйын. Мінекей. Өздеріңіз ойлаңдаршы. Мысалы 14 деп тұр, 14. 14-ті 2-ге бөлетін болсақ 7. Бірақ жартысына тағы да 1 рубль берген ғой. Мына жердегі 1 рубльді мынаған берген. Демек, 7-міз 8 болады да, ал мынау 6 болып қалады. Екеуінің айырмашылығы 2-ге тең. Сондықтан біз 2 рубль қостық. Жаңағы бірінші ұлына қараңыздаршы, үлкен ұлына. Ол үлкен ұлына барлық ақшаның жартысын және 1 рубль. Тағы да солай жасаймыз. Тағы да біз мына жерде 2-ні қосамыз. 14-ке 2-ні қосамыз. Сонда бізде болады 16. Демек, 16-14 қосақ, мына жерде 30 деген сөз. Тағы да айтып көрейік. 30, осы ақшаның жартысы, 30-ның жартысы 15. Және 1 рубль. 15-ке 1-ді қоссақ 16. Сонда қалғаны 14 болады. Мінекей. 14-тің жартысы 7. 7-ге 1 рубль қосамыз 8. Сонда қалғаны 6. 6-ның жартысы және қалғаны 3. Сонда 3/3 болып тұр. Үлкен ұлы бұл жерде 16 рубль ақша алған. Жалпы әкесінде басында 30 рубль ақша болған екен. Балаларына берген рубльді санайықшы. 16-ға 8-ді қоссақ 24. 24-ке 6-ны қоссақ 30. Бәрі сол 30 рубль шығады екен ғой. Мінекей балалар осындай. Мына жерді түсіндіре алдым ба? Мысалы жаңа 30 рубль алайықшы. 30 рубль. 30-ды жартыға бөлсек 15 және 15 болады. Бірақ та әкесі жартысына тағы да 1 рубльді берген ғой. Мына рубльді наған берген. Сонда 15 16 болады да, мына 14 болып қалады. Мына жердегі 14 болып тұрған сол. Міне балалар, осындай логикалық тапсырма. Бұны теңдеу құру арқылы да шығаруға болады, егер құра алатын бала болса. Менің WhatsApp нөміріме теңдеуін құрып жіберсеңіздер болады. Мен тексеріп берем. Ағай, мына видеодағы мынада есептегі
мына тайм-кодпен осындай тапсырма берілген екен, мен шығарып көрдім деп уақыттарыңыз болса шығарып теңдеу арқылы маған жіберіңіздер, мен міндетті түрде қарап айтатын боламын. Жалғастырайық. Жиырма жетінші тапсырма. 1/8 суретте санақ басы 10 нүктесі болатын, бірлік кесіндісі 60 км/ге тең координаталық сәулелер кескінделген Қостанай, Павлодар, Жезқазған қалаларының Астана қаласынан арақашықтықтарын табыңдар дейді, жуықтап дейді. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдаланып, Қостанай, Павлодар, Жезқазған қалаларының Астана қаласынан арақашықтықтарын табыңдар, оны 1/8 сурет бойынша анықтаған сәйкес қашықтықтармен салыстырыңыздар дейді. Өздеріңіз ғаламтордан балалар былай Астана мен Павлодардың арақашықтығын көріңіздер, ғаламтор интернетті пайдаланып. Астана мен Жезқазғанның арақашықтығын көріңіздер. Қазіргі таңда бізде Нұрсұлтан ғой, ескі кітап болғаннан кейін. Қостанай мен Астананың арақашықтығын интернетті пайдаланып көріңіздер, қанша километр екендігін. Ал бірақ сурет бойынша да есептеп көру керек. Яғни әр сызықтың арасы 60 болатын болса, Астана мен Павлодарды есептеп көрейік. Бұл бізде 27-ші есеп. Мынау Астана, мынау Павлодар. Екеуінің арақашықтығы қанша сызық, қанша бірлік кесінді бар, санаңыздар, қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 деліге, егер стрелка бағыттауышты қосамыз ба, қоспаймыз ба? 7, 8 жарайды. 8 деп көрейік. Сонда 8 жаңағы бізде бірлік кесінді бар. 8 бірлік кесіндіні көбейтеміз, әрқайсысы 60-тан болатын болса 480 километр. 480 километр. Менің есептеуім бойынша. Сіздер өздеріңіз былай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Астана, Қостанай. Астанадан бастап Қостанайдағы арақашықтығы табу үшін 11-ді 60-а көбейтесіздер. Осылай табыңыздар. Келесі мысалы Астана мен Жезқазған. Бұл жерде тағы да санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ды көбейтеміз 60-қа. Мінекейіңіздер. Қанша километр болатындығын өздеріңіз тауып, жазып алып, сонан соң интернетті, яғни ғаламторды пайдаланып, осы ақпараттарды, шынайы ақпараттарды сіздердің есептегендеріңізбен салыстырып көріңіздер. Үлкен болып кетті ма, қашықтар немесе кіші болып кетті ма дегендей. Мінекей балалар, осындай видеоның соңына жеттік. Дәл қазір видеоны кім көріп отыр? Міндетті түрде ағай, мен видеоны соңына дейін көрдім деп жазыңыздар. Мен қуанып қалушы едім. Каналға жазылыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны аяқталды. Келесі кездескенше.